Ең бірінші, Кореяға не үшін бардыңыз? Сізді осы недавно көре бастағам. Кореяға мен KGSP бағдарламасынан магистратураға грант ұтып алғандықтан келдім. Сәлеметсіз бе, жолыңыз болсын. Кореяға студент визасымен бара жатырсыз ба? Егер бара жатсаңыз, қалай бару керек, не істеу керек, сол жайлы шығара аласыз ба? Мінекей шығарып жатырмын. Кореяға оқуға келгілеріңіз келсе, мінекей KGSP сіздер үшін. Ал жұмысқа келгілеріңіз келсе, өкінішке қарай, бізде әлі Қазақстан азаматтары үшін жұмыс визасы жоқ. Сіз уже Кореяда жүріп, Кореяның бір компаниясымен жұмысқа келісіп, қана, яғни олардан жақ келіскен құжатыңызды елшілікке жіберіп қана жұмыс визасын ала аласыз, уже Кореяда жүріп жұмысқа тұрып алғаннан кейін ғана. Бірақ жұмысқа тұру үшін Қазақстанда жүріп жұмыс визасын ала алмайсыз. Осы жастарға осы виза, оқу визасы D2, D4 өте керемет мүмкіндік. Қай универге бара жатырсыз? Так, бұл сұраққа қатысты мен жоғарыда айттым, иә? KGSP бағдарламасын ұйымдастырушылар сіздің оқуыңызды ғана емес, универдегі мысалға бакалавр болса 4 жыл, магистратура болса 2 жыл, оқуыңызды ғана емес, сонымен қатар языковой курсыңызды да 1 жыл өтеп береді. Мен негізі топиктен юккіп алғандықтан бұл неден языковой курсы оқымай, бірден мен универдегі оқуыма кетуім керек еді. Бірақ та менің топигімнің уже срогы өтіп кеткендіктен топик менде жоқ болып есептеледі. Сондықтан мен 1 жыл Сеул қаласында Доксоньода, яғни Доксон деген қыздарға арналған университетте 1 жыл кәріс тілін оқитын боламын. Одан кейін барып, уже 2022 жылы, бұйырса келесі жылы Тегу деген Кореяның қаласындағы Кеймёң деген университетте бұйырса магистратурада өзімнің жаңағы мамандығымды оқитын боламын. Кеймёң университеті, кстати, Котподан Амжа, яғни F4 дорамасы бар ғой, мальчики краш цветов, сол дорама түсірілген университет. Бұйырса сіздерге ол жақтан да блогтар өте керемет түсіретін боламын. Сізге KGSP туралы сұрағым бар еді. Егер мен Қазақстанда универде оқып жатып та, сол программаға құжат тапсыра берсем бола ма? Осыған қатысты. Сіз Қазақстандағы универдегі оқуыңызды бітірмей, ары қарай тапсырғым келеді десеңіз, онда Қазақстандағы оқуыңызды түгелдей аяқтап, тастап қана мына жаққа келе аласыз. Мысалға Қазақстанда 2-ші курс оқып жатып, мына жаққа 3-ші курсқа келем деген ойыңыз болмасын бұл бағдарлама арқылы. Тек сіз 0-ден бастап қана, 1-ші курстан бастап қана түсе аласыз. Яғни, және де тағы да ескертетінім, сіз құжат тапсырған кезде бұл бағдарламаға мен мына жақта 2-ші курс оқып жатырмын деп жазбаңыз. Өйткені сіз үйтіп жазсаңыз, мынаған 2-ші курс оқып тұрып, мына жаған документ тапсырып жатсаңыз, уже түсінікті болады оларға, сіз анаяқта оқуыңызды тастап кетіп, мына жаққа келейін деп жатқаныңыз. Ол қандай жаңағындай комиссияға ұнайды оқуын тастап кететін адам. Сондықтан просто мен 11-ден кейін тапсырайын деп жатырмын деп, жаңағы мынаяқтағы оқуыңызды не істейсіз? Құжат тапсырғанда айтпайсыз, өзіңіз туралы ақпаратта. Жақсы. Сіз KGSP бағдарламасы арқылы бакалаврға түстіңіз бе? Жоқ, мен бакалаврды 2019-да бітіріп қойғанмын. Мен магистратураға түстім. Тіпті мен Қазақстанда да магистратураны бітіріп қойғанмын. 2-ші рет магистратураға түсіп жатырмын. Неге магистратура бітіріп қайтадан магистратураға түстіңіз десеңіз, өйткені мен именно осы мамандықты оқығым келді, яғни Teaching Korean as a Foreign Language, немесе кәрісше айтқанда 외국어로 서의 한국어 교육, менің мамандығым 교육. Бірақ именно осы мамандықты докторантураға тапсыра алады екенсің, егер сенің магистратура мамандығың сол мамандықпен бірдей болса. Ал менің магистратурадағы мамандығым бұл мамандықпен бірдей болған жоқ. Сондықтан өкінішке қарай, өкінбеймін негізі. Сондықтан магистратура бітіріп, қайтадан магистратураға тапсырдым. Так, осы арқылы медициналық университетке түсуге бола ма дейді? Өкінішке қарай жоқ, түсуге болмайды, Гауһар. Неге? Өйткені KGSP бағдарламасы 4 жылдан аспайтын оқуларды ғана өтеп береді. Медицина әрине 5, архитектура, медицина мамандықтары 5 жылдан уже асып кетеді, 4 жылдан асып кететін болғандықтан өкінішке қарай бұған KGSP-мен тапсыра алмайсыз. Бакалавр гидрология басқа мамандықта тапсыра аламын ма дейді? Так, сіздің бакалаврда оқыған мамандығыңыз басқа мамандық болса да, магистратура, докторантураға басқа мамандықта тапсыра аласыз. Оған мен өзім живой мысалмын, иә. Менің бакалаврдағы мамандығым мүлдем басқа. Ал мына жақта магистратурада кәріс тілін мұғаліміне тапсырып отырмын, яғни бакалаврдағы мамандығыңыздан басқа мамандыққа тапсыра беруге болады. Кореядағы университеттерге құжатты қалай жинауға болады? Егер сіз тегін түсуге қатысты айтып тұрған болсаңыз, осы жоғарыдағы айтқан KGSP-дің жаңа құжат жинау уақытында сол олардың көрсеткен гайдта көрсетілген құжаттарын жинап тапсырса берсеңіз болады. Мен осы 2021 жылдың гайдын астыға сілтемені қалдыратын боламын. Кореяда қандай университеттер бар дегенге қатысты
тоже жоғарыдағы мен айтқан Study in Korea, Go Korea сайтында барлық ақпараттар бар. Өз беттеріңізден ізденіп қарасаңыздар болады. Ол сайт ағылшын, қытай, кәріс және орыс тілдерінде оқуға болады. Сіз орыс тілінде оқып шықсаңыз болады өзіңізге керек ақпаратты. Оқуға түсуге универдің арнайы сайты бар ма? Так, әр универдің өзіңізге керек универдің атын білсеңіз, мысалы Сеул университеті ма? Сеул университеті сайт деп Google-ға тіпті қазақша жазыңызшы, сізге сайтын шығарып береді. И сол сайтта ағылшынша, орысша тілге қойып, өзіңізге керек ақпараттарды тауып ізденіп оқып алсаңыз болады. Колледж бітіріп түсуге бола ма? Иә, болады. Колледждің дипломымен бакалаврға түсе аласыз, иә. Тіл білмей барсаң курс оқытыла ма? Жоғарыда мен тілге қатысты толық айтып кеттім. Тағы да айналдырып бір қараңыз, иә. Именно қай жерге қалай тапсырамыз? Тоже жоғарыда айттым. Жылына өзі бір-ақ рет қана құжат жинастырады. Именно сол уақытта жаңағы гайдтағы құжаттарды жинап, Корея өздері көрсеткен адреске салып жібересіз, болды. Басқа ешқандай әдіс тәсілі жоқ. IELTS керек пе? Жоғарыда да айттым, иә. Керек емес деген нәрсе жоқ. Олар өздері керек емес деп жазып қойған, міндетті емес деп жазып қойған. Керек емес деп жазбаған, вот именно міндетті емес деп жазған. Яғни ол міндетті емес дегенменен бар болса жақсы деген мағынаны білдіреді. Жоқ болса алмайды олар сізді, по-любому алмайды. Мен сіздерге 100% айтамын. Сондықтан или ағылшын, или кәріс тілдеріңізді 100% жоғары деңгейде дамытыңыздар. Немесе екеуін де кәдімгі жақсы деңгейде дамытсаңыздар, онда мүмкіндігіңіз өте көп деген сөз, арта түседі. Қандай мамандықтар оқытылады? Сіз өзіңізге қандай мамандық керек? Сол Study in Korea, Go Korea сайтына кіріп, поиск деген жер бар. Сол жерде major деген жер бар. Major деген жерге өзіңізге керек мамандықты жазасыз. Сол кезде сізге именно сол мамандықты оқытатын университеттерді тауып береді. NT балы маңызды ма? NT балы маңызды емес. Сіздің NT-іңізға бұл жерде қарамайды. Тек өздерінің жаңа жоғарыдағы мен айтқан құжаттарына қарайды. 9-дан кейін түсе ала ма? 9-дан кейін түсе алмайсыз. Бұл сізге колледж емес. Или бакалавр, или магистратураға тапсырасыз. Сондықтан не колледж бітіру керек, не 11 бітіру керек бакалаврға түсу үшін. Кәріс тілін біліп бару маңызды ма? Тағы да айтам қайталап, міндетті емес деп жазып қойған, бірақ мен айтам міндетті. Өйткені мен осы уақытқа дейін мүлдем кәріс тілін білмей, топиксіз Кореяда языковой курста оқымай түскен адамды көрген емеспін. Бірақ бұл жерде исключение, IELTS-тары өте жоғары адамдар. Иә, мысалы кәрісшесі мүлдем болмаса да IELTS-тары өте жоғары болып түскендер бар. Және бұл жерде сіздің мамандығыңызға да қатысты. Егер сіздің мамандығыңыз мысалға 100% ағылшын тілінде оқытылатын мамандықтар болса, андай нанотехника бір нәрсе, онда сіздің кәріс тіліңізге қарамауы мүмкін әрине. Ал именно сіздің мамандығыңыз, мысалға менің мамандығым секілді кәріс тілінде оқытатын мамандық болса, онда ағылшыныңызға емес, әрине сіздің кәріс тіліңізге қарайды. Яғни мамандықтан зависит. Сіздің қай тіл, сіздер менен сұрайсыздар ғой, топик болған дұрыс па, IELTS болған дұрыс па деп. Оны сіз мамандығыңызға қарай қараңыз. Сіздің мамандығыңыз қай тілде оқытылады, сол тілді более гыбын жоғарылатқаныңыз дұрыс. Екінші вышыға түсуге бола ма дейді осы бағдарлама арқылы? Иә, әрине болады. Мен мысалға магистратура бітіріп, қайтадан магистратураға түсіп отырмын. Бірақ олар сізден сұрауы мүмкін, мысалға өмір деген өте қысқа ғой, неге уақытыңды босқа жұмсап, қайтадан магистратураға түсіп отырсың деп. Сіздің оған нақты жауабыңыз болу керек. Мен мысалы былай нақты жауабымды бердім. Мен мысалға Қазақстанда магистратурада филология оқыдым, қазақ филологиясын оқыдым. Енді мына жақта Корей филологиясына тапсырып отырмын. Сосын мен айттым ғой, мен мұғалім болғым келеді. Мен кітаптар жазғым келеді, қазақ студенттеріне кәріс тілін оқуға арналған кітап, оқулық жазғым келеді деп айттым. Ал ол оқулықты жазу үшін мен кәріс тілін үйренбестен бұрын ең алдымен өз тілімді дұрыстап үйреніп алуым керек деп есептедім. Сол себепті осы жақтағы магистратураны бітіріп барып қана Кореяға тапсырып жатырмын деп түсіндірдім. Меніңше оларға ол жауабым ұнады. Сондықтан да мен неге қазір Кореяда отырмын. Яғни сіз нақты түсіндіре болып, не жазсаңыз да соған нақты себебіңізді түсіндіре білу керексіз. Яғни сізді қабылдаушы адамдардың комиссияны прям өзіңізге сендіре білу керексіз. Осы маңызды. Егер мен 11-ден кейін Кореяға оқуға түсіп, оқуды бітіріп, кейін сол жақтағы дипломмен осында жұмыс істей аламын ба? Иә, әрине жұмыс істей аласыз, неге болмасқа. Мысалға Кореяның Қазақстандағы Samsung деген секілді зарплатасы да өте жоғары компаниялар бар ғой. Сол жерде жұмыс істеңіз, елшілікте жұмыс істеңіз деген секілді өте көп мысалға. Обязательно барлық сыныпты 5-пен оқу керек пе, 1-де 1 болмау керек пе? Жоқ, ондай емес. Жалпы егер барлықты 100% деп алатын болсақ, проходной балл деп айтады. Мысалы, NT-дан универге түсу үшін проходной балл алып жатады ғой. Проходной несі 80%. Яғни барлық 100%-дан 80% сізде баға болса, яғни 80% деген ол где-то 3-4, иә? 3-5-4. Сондайыңыз болса бола береді деген. Проходнойдан өтіп тұрсыз деген сөз. Бірақ ол не означает, что сіз 100% грант ұтып аласыз. Әрине, неғұрлым 4-тің азырақ болғаны жақсы деген сөз, иә бұл? Осы универде өнер сахналық жағынан оқу және грант бар ма? Әрине бар.
сахналық жағынан бар. Мен жаңағы айтқан сайтқа кіріп іздесіп қарастырсаңыз болады. Стипендия құжатты 11 сыныптың қыркүйегінде тапсырсам бола ма? Иә, сіз мысалға 11 оқып жатырсыз да, әлі 11 бітірген жоқсыз, бірақ уже қыркүйекте бакалаврға жинақтау жүріп жатқанда документтеріңізді тапсыра бересіз. Бірақ сіз енді 11 бітірді деген аттестат жоқ қой. Бірақ мектептен не аласыз? Құжат аласыз, что осындай тамыз, жылдың тамызына дейін бұл қыз бізде, немесе бұл бала бізде 11-ді бітіреді деген құжатты алып, соны өткізесіз. Бұл программамен барсақ, оқу бітірген соң Кореяда қалуға бола ма? Иә, әрине болады, егер сіз жұмыс таба алсаңыз. Кореяда кәрістердің өзіне қазір жұмыс табу қиын, сондықтан әрине оқу бітіргеннен кейін сізге олар жұмыс тауып беруді гарантировать етпейді, өзіңіз ізденіп табасыз. Егер жұмысты тапсаңыз, әрине қалып, жұмыс визасымен Кореяда жүрсеңіз болады. Кемінде қанша адам қабылдайды, бұл сұраққа жауап беріп кеттім, қанша адам грант ұтып алады дегенге. Транскриптің бағалары маңызды ма дейді? Жоғарыдағыда айттым, ең минимум нәрсесі ол 80%. Мысалға 100% деген 100% болса, содан 80% ол проходной, 80-нен төмен болса уже құжат тапсыра алмайсың, ертең қабылдамайды уже, жетпей тұрсың проходнойға, иә. Бірақ проходнойдан өттің деген сөз, сен грант ұттың деген сөз емес. Сондықтан барынша балдарыңыздың, GPA-ларыңыздың, аттестаттарыңыздың нелері жоғары болғаны жақсысы. Визаны қайдан алдыңыз? Визаны ұрлап алдым. Әзіл. Визаны әрине, визаға елшілікке барып, универге түсті деген барлық құжаттарымды тапсырып, документ өткізіп алдым. GPA қанша болу керек? Именно мынанша болу керек деген жоқ. Мысалға бізде 4-0 болатын болса, Қазақстан университеттерінің көбісінде 4-0 ғой, ең жоғары GPA кесте беріп қойған өздері. Мысалға, егер сізде 4 болатын болса, GPA-іңіз, ең жоғары сіздің университетіңізде, онда минимум 2/64 болу керек. Минимум проходной. Мысалға, ең жоғары GPA 4 болса, сол 4-тен сіз минимум 2/64 алып тұру керексіз. Вот сол 80 деген сөз. Мінекей мына кесте бар. Бұл гайдтың ішінде болады. Мен сіздерге гайдты саламын, сол жерден Appendix A деген жерден қарайсыздар бұл кестені. Мысалға, менің GPA-ім неше болды мына жерде? 93, яғни менікі 4-0-ден 3/67 болды. Менікі 4-0-ден 3/67. Бұл өте жоғары емес, енді 4-0 емес, сонда да өте төменде емес, сондай орташа GPA болды менде. Мен Кореяда стюардесса болғым келеді. Бұл үшін не істеу керек дейді? Кореяда кәдімгі стюардессаларды оқытатын мамандықтар бар. Жаңағы мен берген сайтқа, мен айтқан сайтқа кіріп, іздестіріп өзіңіз қарап көріңіз. Тегін бола ма, барып келету бәрі, общага тамағы дейді? Тамақ кірмейді, бірақ общага барып келу, билет, оқу барлығы кіреді. Қайтадан Қазақстанға келу керек пе, IELTS керек пе? IELTS-қа қатысты жоғарыда айттым, ал Қазақстанға келу керекті өзіңіз шешесіз оны. Сол жерде қалып жұмыс істейсіз бе, или отаныңызға келіп жұмыс істейсіз бе, оны өзіңіз білесіз. Бірақ сізге сұрақ қойылады, стадий планда. Сіз оқу бітіргеннен кейін қандай планыңыз бар? Типа Кореяда қаласыз ба, еліңізге кетесіз бе деген сұрақ қойылады. Сіз ойбай мен Кореяда қаламын деп жазуға да кеңес бермеймін. Ойбай мен еліме қайтамын деп жазуға да кеңес бермеймін. Барынша эмеге дейді ғой, кішкене мынада да қалам, анада да барам демей, бір орташа жауап беруге негізі кеңес беремін. Өйткені Кореяда қалам десең де оған ұнамауы мүмкін, мына өз елін типа ұнатпай тұрған адам типа Кореяны қалай ұнатады деген секілді. Немесе мен бітті отаныма кетіп қалам десең, онда бұған не үшін не береміз, егер Кореяға еш пайдасы тимейтін болса деп ойлауы мүмкін. Сондықтан мен екі елге де пайдам тиетіндей сондай бір қызмет етемін деген секілді жауап берген дұрыс. Жаңағы неде, стадий план. Кореяда жүріп оқуға тапсырса бола ма? Егер сіз Кореяда жоғарыдағы айтылған барлық формалар бар ғой, application form, диплом, барлығын егер Кореяда жүріп жинауға құжаттарды мүмкіндігіңіз болса, әрине болады. Неге болмасқа? Любой универ и любой мамандық бар ма? Любой универ, любой мамандық емес. Мамандық жоғарыда айттым, 4 жылдан аспайтын мамандықтар бакалавр үшін, және магистратура үшін анда бір белгілі бір сумма бар, гайдта көрсетілген. Яғни жылдық суммасы оқудың сол суммадан аспайтын мамандықтар ғана қабылданады. Бұл мамандыққа қатысты, енді универге қатысты. Әр жыл сайын гайд шыққан кезде, сол гайдта осы бағдарламаға қатысып жатқан универлердің тізімі шығады. Яғни University Information деген бөлек құжат болады. Сол жерден қандай универлердің бұл бағдарламаға қатысып жатқанын қарап тауып алсаңыз болады. Архитектор оқуын Кореяда оқуға мүмкіндік бар ма, әлде қиын болады ма? Жауап беріңізші. Жоғарыда ғана айттым, архитектура менен медицина мамандығына тапсыра алмайсыз бакалаврға, өйткені ол оқу несі 5 жылдан асып кетеді. Документті қай тілге аудару ыңғайлы, қай жерде аударады оны? Егер сіз тілді өзіңіз біліп тұрсаңыз, өзіңіз аударыңыз. Не кәрісше, не ағылшынша, екеуі де жақсы, бірақ мен сіздерге кеңес беремін, егер кәрісше біліп тұрсаңыздар, неге кәрісше жазбасқа?
сіздерді по-любому комиссия мүшелері кәрістер ғой. Олар по-любому ағылшыншаны біліп тұрса да, ағылшыншаға қарағанда өздерінің ана тілдері кәріс тілі оларға ыңғайлы, оқуға да ыңғайлы. Сізге более уже басқаша көзбен қарайды сіздің документтеріңізге. Сондықтан мен кәрісше жазуға, кәрісше толтыруға кеңес беремін документтерді. Документтерді дегенде, енді application formды сіз әрине ағылшынша толтырасыз. Одан кейінгі жаңағы personal statement деген секілдерді әрине кәрісше жазуға кеңес беремін. Мен өзім кәріс тілінде жазғанмын. Егер аттестатта 3 болса, ол KJSP-ге әсер етемейді. Жоғарыда айттым ғой, 5, 3 деп, 2 деп қарамайды оған. Жалпы общий GPA-іңізге қарайды. Жалпы общий 100%-дан қанша пайыз болып тұр, соған ғана қарайды. Дипломда бағаңда 3 бар болып, бірақ сонда да тапсыра берсең бола ма? Болады. Тек қана GPA-ге қарайды, бағаға қарамайды. Ой, бұл 3 бар екен, ой, бұл 2 бар екен демейді. Общий GPA-іңіз проходнойдан өтіп тұрса, онда тапсыра беріңіз. Қалай университетті таңдау керек? Мысалға сіз жаңағы әншілік, Кореядағы сол әнші, биші, сол өнер жағын үйренгіңіз келеді, кәдімгідей жазасыз, жаңағы сайтқа кіріп іздейсіз. Сайтқа кіріп жаңағы мамандықтың атын жазсаңыз, ол сізге именно сол мамандықты беретін универлердің списігін шығарып береді дедім ғой. Сіз сол универлердің списігін скриндап алыңыз да, Google-ға жеке универлердің атын жазыңыз. И сол туралы пікірлерді оқыңыз. Сөйтіп, соның ішінен қай сіздің мамандығыңызға қай универ сай келетінін, қайсы жақсы екендігін оған таңдайсыз. Оны өзіңіз қарайсыз негізі. Егер магистратураны да бітіріп қойған болсаң, Кореяда второй высший қайта бакалаврда оқуға бола ма? Болады, оған қарамайды. Сіз мысалға докторантура бітіріп қайта магистратураға тапсырсаңыз да болады, немесе магистратура бітіріп қайта бакалаврге тапсырсаңыз да бола береді. Кез кезінде дополнительный жұмыс жасап көруме бола ма? Негізі заң бойынша рұқсат етілмейді, бірақ менің білуімше 6 ай өткеннен кейін, яғни сіздің Кореяда жүргеніңіз 6 ай уже әбден соған үйреніп алғаннан кейін рұқсат етіледі, бірақ оны жаңағы универдің бір сіздерге жауапты бөлігіне барып құжат тапсырып солай ғана егер заңды істегіңіз келсе. Негізі көп студенттер универге айтпай-ақ өздері тығылып альба, яғни подработка жасай береді. Универ таңдаған кезде A универ дұрыс па немесе B универ дұрыс па? Так, енді A универ, B универ деген не екенін білмейтіндер болуы мүмкін, иә. Тағы да гайдты ашып қарасаңыздар, барлығын өздері көрсетіп қойған. A универ дегеніміз более дәрежесі жоғары универлер, B универ дегеніміз уже дәрежесі кішкене төмендеу универлер, сәйкесінше. Сіз мысалға елшілік арқылы тапсырғанда 3 универ таңдай аласыз ғой. Сол 3 универдің міндетті түрде біреуі B универден болу керек. B, ал қалған екеуін уже екеуінде қылсаңыз болады, немесе біреуін B қылсаңыз болады. Енді бұл жерде қайсысын таңдаған дұрыс? Тағы да бұл жерде нақты жауап жоқ. A таңдаңыз, сонда түсіп кетесіз, B таңдаңыз, сонда түсіп кетесіз деген. B деген уже regional университеттер, иә. Мен мысалы түскен университетім B тарапына жатады, Кеймюнде университеті. Егер сіздің университетіңіз именно сіздің мамандығыңызды беретін университет, мысалға A университетіне қарағанда B университеті жақсы беруі мүмкін. Сіз соның барлығын қарастырасыз да, ақылға салып, ізденіп барып қана тапсырасыз. Бірақ белгілі, что A университеттерге тапсырсаңыз, сізде конкуренцияның жоғары болатындығын. Сіз прям сол конкуренциядан жоғарыда тұрамын, мен барлығынан озып шыға аламын десеңіз, A-ға тапсыра беріңіз, сенімді болсаңыз өзіңізге. Ал кішкене өзіңіздің құжаттарыңызға, документтеріңізге кішкене сенімсіз болып тұрсаңыз, онда B-ге тапсырыңыз. Бұл бір, иә. Екінші жаңағыдай. Именно мысалға Сеул университетіне, A университетіне қарағанда сізге керек мамандықты Сеул университет емес, B тарапындағы университет лучше болуы мүмкін, именно сіздің сфераңызда. Сондай жағдайда да B-ді таңдауға болады. Бұны тоже өзіңіз шешесіз. Нақты нан таңда деген нәрсе мен айта алмаймын. Стипендия жетсе, мен енді ғана келіп қазір карантиндемін, пока стипендиямды алып, ол стипендиямен өмір сүріп көрген жоқпын, сондықтан айта алмаймын, бірақ осы таныстарым осы бағдарлама арқылы түскен, солардан білуім бойынша, егер барлығын шақтап жұмсайтын болсаң, әрине жетеді. Барлығына жетеді. Тіпті кішкене ақша алып қалуға да болады. Магистратурада қандай достижение мен документтер сенің оқуға түсуге шансыңды арттыра алады дейді. Бұл жерде тағы да жоғарыда айтқанымдай, сіз мысалға B-ге тапсырып жатып, әннің несін тапсырмайсыз. Әннің сертификатын, әннің достижениесін тапсырмайсыз. Именно өзіңіздің тапсырғалы жатқан мамандығыңызға қатысты достижениялар сіздің негізді сол мамандыққа грант ұтып алуыңызға негізді мүмкіндігіңізді барынша арттырады. Және де именно осы Корей мемлекеті ұйымдастырады ғой, Қазақстанда әртүрлі нелерді. Именно Корей мемлекеті, Корей елшілігі ұйымдастырған конкурстардан ұтқан болсаңыз, ол да сізге барынша балыңызды арттыруға көмектеседі. Яғни өзіміздің Қазақстандық конкурстардан ұтқанға қарағанда, именно Кореяның конкурстарынан ұтсаңыз, олар сізге уже
тағы да кішкене мүмкін. Мынандай сұрақ, 6 ай Намёнгjuдағы Кёнгбокта тіл курсын оқып, сосын KJSPге түсуге болады ма? Я, егер сізде топик болмаса, сондай Кореядағы университетте оқыды деген сертификатыңыз болса, сол арқылы да тапсыруға болады. Бірақ бұл жағдайда енді сізде топик жоқ болып тұр ғой, IELTS болу керек. Сонда сізде мүмкіндік бар. Ал жай ғана Кёнгбоктағы сертификат арқылы өте аласыз деп айта алмаймын. Бұл бағдарлама визаға көмектесе ме? Бұл бағдарлама арқылы ұтып тұрып визаға документ тасып тұрсаңыз, сіздің визаңызда еш проблема болмайды, уайымдамаңыз. Тіпті консульский сбор $60 сізден алмайды. Өйткені GKS студенттері үшін консульский сбор жоқ, тегін барлығы. Виза жағынан уайымдамай қойсаңыздар болады, бұл бағдарламадан ұтып тұрсаңыздар. Yonsei университетіне түсуге бола ма осы арқылы? Yonsei бізде Sky университеттердің бірі, өте дәрежелі, Кореядағы бірінші номерлі университеттердің бірі деуге болады. Яғни Сеул, Корё және Yonsei, әрине болады. Бірақ конкуренция тағы да айтам өте жоғары. Егер сіздің GPA-ңыз 4-0 болып тұр, топик сертификатыңыз болып тұр, ағылшын сертификатыңыз болып тұр, әртүрлі международный және Кореяның конкурстарынан грамоталарыңыз болып тұр, personal statementіңіз прям жынды жазылып тұрса, онда Yonseiға қорықпай тапсыра беріңіз, сіз өтесіз. Ал егер ондай болмаса, онда не істейсіз? Ойланасыз, кішкене би университеттеріне қарайсыз деген сөз, Кішкене қалай айтсақ болады, Еуропын прям жоғары қарамай, өзіңнің возможностьтарыңа тіке қарап, тура қарап тапсыру керек. Сонда ғана сізде мүмкіндік болады. Тым армандап кетуге болмайды. Өмір деген сказка емес, Қана корей тілін үйрену үшін курсқа баруға бола ма? Кореяда оған грант бар ма? Егер сіз языковый курсты айтып тұрған болсаңыз, тек ол үшін жоқ. Ал мен секілді кәдімгі кәріс тілін мамандық ретінде, соның мұғалімі ретінде, специалист ретінде келгіңіз келсе, онда әрине болады. Кәріс тілінің мамандықтары Корей литературасы деген бар, немесе кәріс тілі языковедение түрінде бар, сондай әртүрлі мамандықтар бар. Грантқа бөлек, универге бөлек заявка тастай алуға бола ма дейді. Жоқ, тастайсыз ба дейді. Жоқ, сіз осы бағдарламаға тапсырасыз, заявканы болды, сол барлығына. Ары қарай уже өздері, мысалға елшілікке тапсырдыңыз ба, елшілік уже универлерге өздері таратады документтерді. Так, грамота, мақтау қағаз дегенде жоқ болса қабылдаймын, қабылдайды, өйткені грамота, мақтау қағаз ол optional, яғни міндетті емес деп көрсетілген. Бірақ болса жақсы, Мамандығыңыз қандай? Менің мамандығым 외국어를 소의 한국어 교육, яғни teaching Korean as a foreign language, кәріс тілін шет тілі ретінде оқыту. Менің мамандығым, яғни сенс кореян, сіздердің ұстаздарыңыз ретінде өзімнің магистратурада білімімді арттыру үшін осы мамандықты таңдадым. Жатақханадан қыдыруға тілінде шығарады ма дейді. Қазір карантинге негізі болатын. Қазір карантинге байланысты өте қатаң қойып тастаған. 11-ден кейін шығуға болмайды деген заң бар екен, бізге өткенде жазды. Сосын егер сенің топигің 4-ші гыптан жоғары болса, онда жатақханадан тыс, яғни өзің квартира жалдап тұрсаң болады деген бұрын мүмкіндік болатын. Қазір оны да алып тастапты. Топигің болып тұрса да жатақханадан шығуға болмайды. Қазір карантинге байланысты пока әзірше условиялар сондай. Кореяда актриса болғым келеді, ол қандай болады, түсіндіріп бересіз ба дейді. Ізденесіз, интернетті ашасыз. Жоғарыда тағы да айтқанымдай, өзіңізге керек мамандықты сайтқа мейджор деген жерге ағылшынша жазып іздесеңіз, қай универлерде сол мамандық бар екендігін шығарып береді. KJSPге тапсыру платный ма? Жоқ, платный емес. Тек жаңағындай документіңізді распечатка жасаған кезде, немесе нотариуске барған кезде сондай суммаларды ғана төлейсіз. Ал былай именно Корея еліне, Корея мемлекетіне ешқандай суммасыз төлемейсіз. Сосын мысалы университетке жіберсеңіз, документіңізді университетке жіберуге, почтаға ақша төлейсіз, сондай ақшалар кетеді. Максимум әрі кетсе сізде мысалы Кореяға жібергеніңіз, дипломда апостил жасағаныңыз, нелеріңізді переводтағандарыңыз, құжаттарыңызды оны нотариусты заверить еткеніңіз, соның барлығына максимум сізде бүкіл раундты ауруханаға барып анализдер тапсырғаныңыз, соның барлығына максимум сізде бір 150-160 мың кетуі мүмкін. Бұл барлық турға, бірінші турға ғана емес. Осындай сумма кетуі мүмкін, бірақ ол сіздің Кореяның сізге беретін мүмкіндігінің қасында ештеңе емес, Сізге ай сайын 400 мың стипендия, оқуыңыз тегін, жататын жеріңіз тегін, билетіңіз тегін, осының барлығын беріп тұрғанда, сіз соған жеткізу үшін бір 160 мың жұмсай алмайсыз ба? Сондықтан одан қорықпаңыздар. Қандай трек арқылы тапсырдыңыз? Мен универ трек арқылы тапсырдым. Яғни универ трекінде сіз не істейсіз? Бірақ университет таңдай аласыз, және именно сол универге тікелей жібересіз құжаттарыңызды. Және универ тректің бір артықшылығы, елшілік посольство трегіне қарағанда сізде квота саны көбірек. Жоғарыда айттым, биыл бізде елшілікке 10 адам болса, неде университетте 23 адам қабылдады.
Сондықтан 2 есе көп болып тұр. Сондықтан бұл университеттің бір артықшылығы, бірақ кемшілігі тағы елшілікте сіз 3 универ таңдай алсаңыз, универде тек бір универ таңдай аласыз. Егер сіз универіңізге 100% сенімді болып тұрсаңыз, онда университет квотаны таңдай беріңіз. Ал егер сенімді емес, мынаған да түскім келеді, қайсы екенін пока білмей тұрмын десеңіз, онда елшілікке тапсыра беріңіз. Бұл жерде де көп сұрайды, қай тректі тапсырсаңыз мүмкіндік көп деген. Бұған да нақты жауап бере алмаймын, әр адамның мүмкіндіктеріне қатысты әрқалай болады. Бірақ елшіліктің тағы да бір артықшылығы, сізде 3 универ таңдауға мүмкіндік болғандықтан, сіз жаңағы B универді де, A универді де таңдай аласыз да. Мысалға, Йонсеге де бере аласыз, жаңағы жоғары универ, Сеулға да бересіз де, бір B тарапынан универге беріп қоясыз. Сонда жоғарыдағы 2 универ сіз таңдамай құлап қалсаңыз, үшіншісіне ілігіп қалуыңыз мүмкін, яғни қорықпайсыз деген секілді. Ал университетке мысалға бірден Йонсеге тапсырдыңызда бітті, конкуренция көп, құлап қаласыз, ары қарай уже басқа мүмкіндік жоқ сізде. Сосын мынандай қате жібермеңіздер, Еуропын. Біреулер пысықсып, университетскийге де тапсырып, елшіліктің трегіне де тапсырып жатады, олай емес, олай ұстанып қаласыздар. Өйткені ең соңында документ по-любому нитке барады. И сіздің ондай нәрсені жасағаныңыз анықталып қалса, онда сіз автоматты түрде құлайсыз деген сөз. Яғни бұл грантқа қабылданбайды. Сондықтан бір-ақ тректі таңдап, сол трек арқылы тапсыру керек. Қандай жетістіктеріңіз болды? Жоғарыда айттым, мен кәріс тіліне қатысты мақалалар, және менің бакалаврдағы дипломымда осы Корей мифологиясына қатысты болған. Соған қатысты сол диплом жинаған кезде жазып жүрген мақалалар, солардың жариялағаны, солардан орын алған сертификаттар, соларды Кореяға қатысты сертификаттарымды өткізуге тырыстым. Яғни айдаладағы сертификаттарымды мысалға бұл жерге әкеп неткен жоқ. Мысалға мен өлең шығарғанды жақсы көремін, бірақ ол өлең шығарудан және мүшәйралардан алған сертификаттарымды бұл жерге әкеп мен әрине өткізбеймін. Зачем? Ағылшын және корей тілін растайтын сертификаттар болу керек пе? Әрине болу керек. Просто білемін деп жазып сертификатты өткізбесеңіз, әрине құлайсыз, өтпейсіз. Әр универге әртүрлі мотивационный письмо қалдырамыз ба, әлде бір письмо? Мотивационный письмо, бірақ письмо, соны просто копия жасап, барлық универге де, мысалы, елшілікпен тапсырып жатсаңыз 3 универ ғой, үшеуіне де сол бір мотивационный письмоны тапсырасыз. Кореяда қандай мамандықтар танымал дейді? Кореяда, мысалға, бізде мұғалім мамандығы онша танымал емес, біз бүйтіп онша менсінбей қараймыз. Бірақ бұл жақта мұғалімнің мамандығы, одан кейін дәрігер мамандығы, одан кейін адвокат, юрист мамандықтары жалпы өте жақсы, қалай айтсақ болады, дәрежеге жақсы қарайды осы мамандықтарға. Жалпы осы қойылған сұрақтар, егер тағы да айтылмай кеткен сұрақтар болса, осы видеоның астына комментке қалдырыңыздар. Скоро уже күз жақындап келе жатыр, бакалаврға қатысты документ уже сіздер жинап, қарастырып жатқан боларсыздар. Тағы да түсініксіз нәрселер болса, комментте сұрай беріңіздер. Мен барымша, білгенімше жауап беруге тырысамын. 그럼 오늘은 여기까지. 안녕.